Так, достар, бұл уже екінші этап. Ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Мен де мына жақта укроп турап дайындап қойдым, майдалап. Және де мына жақта қайнатылған жұмыртқа. Оны біз ыдысқа теркадан өткізетін боламыз. Дәурек теркадан өткізе беріңіздер. Негізі бұны кубиктеп турауға да болады. Және турамай-ақ осылай теркадан өткізе салуға болады. Майда болған өте дұрыс негізі. Начинкасының. Так, достар. Осылай тез өткіземіз. Негізі мен бала кезінде чебурекет қатты жақсы көретім. По-моему, влогымда айттым ба? Есімде жоқ, бірақ уже екінші рет айтып отырмын. Менің жақсы араласатын орыс подружкам бар еді. Ол қазір менен негізі бір жаста 2 жас кішкентай еді. Ол қыз. Так вот, сол қыздың мамасы чебурекиді, орыстар енді чебурекиді күшті істейді ғой. Білмеймін, сол чебуреки бала кезінде қатты жақсы көретін. Ол кезде оның мамасы чебурекиді немен істейтін? Жұмыртқамен и укроптың орнына негізі көк пияз қосатын. Жусан дейма, жусай дейма, сондай деп айтады ғой негізі. Соны қосатын, бірақ дәмі керемет болатын. Мен жусайдың орнына, көк пияздың орнына укроп қосайын деп шештім. Несін алды өсіп тұр бізде. Вот осыны қосайын деп жатырмын. Мына жұмыртқам дайын. Укропымды салдым, тұзымды салдым. По вкусу перецімді қостым. Осындай болып шықты. Начинкамыз дайын, енді қамырына көшеміз.